Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Аязби деген ертегімен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымда жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Арасына от жағу, қарасы үзілу, ірге көтеру деген тіркестердің мағынасын қалай түсінесіңдер? То есть спрашивается, как вы понимаете словосочетание арасына от жағу, қарасы үзілу и ірге көтеру? Жауабымызды видеоның астында көре аласыз. Және жауабымыз осындай болады. Арасына от жағу дегеніміз екі немесе одан да көп адамдарды бір-бірімен жанжалдастыру, ұрсыстыру. Егер біреудің қарасы үзілсе, демек сол адам ғайып болды, жоқ болды. Яғни белгілі бір жерден кетті. Ірге көтеру дегеніміз басқа жерге көшу, қоныс аудару. Енді барлығын аударайын. Арасына от жағу значит поссорить между собой два человека или даже больше человек. Қарасы үзілу значит исчезнуть из поля зрения, уйти. Ірге көтеру значит перекочевать, переселиться, переезжать, перебираться в другое место. Болды достар, сау болыңыз.